Соңғы кездері желіде әртүрлі шетелдің әртістері концерттерге сурдо аудармашымен бірге шығып жүрген видео үзінділерін көрген шығарсыз. Мысалы Coldplay, Red Hot Chili Peppers. Сурдо аудармашылар концертте әншілерді есту қабілеті нашар жандар үшін ым-ишара тіліне аударады. Әндердің бұндай ерекше тілге аудармасы қалай жасалады екен? Ақырында біздің орта ерекше жандар үшін расында да ортақ болып жатқан сияқты. Соңғы бірнеше жылдарда есту қабілеті нашар жандар әлем жұлдыздарының концерттеріне келіп, бәрімен бірге музыкадан әсер ала алатын болды. Қазір концерттерде ән мен әуенді ым-ишара тіліне аударатын аудармашылар жиі кездеседі. Ым-ишара тілі әр жергілікті қауымдастықтарда әртүрлі болып, уақыт өте келе біртіндеп өзгеріп тұра алады. Әндер аудармасына келсек, бұл ерекше тіл тағы да жаңа қырынан танылды. Концерттерде әншілерді ым-ишара тіліне аудару шамамен 6-7 жыл бұрын Америкада дами бастады. Аудармашы Эмбер Галлоуэй Галлиега осы күнге дейін көптеген жұлдыздармен бірге жұмыс істеді. Ол америкалық ым-ишара тіліне Red Hot Chili Peppers'тың өлеңдерінен ASAP Rocky'дің рэпіне дейін аударды. Оның айтуынша, бұрын сурдо аудармашылар әндердің тек қана сөздерін аударған еді. Сөздер арасындағы әуенге мән бермеген. Жай ғана ым-ишара тілінде музыка дегенді білдіретін қимылды көрсететін. The interpreters have done for many years is they've ignored the sounds and solely focused on the English. So this is the sign for music, right? Like this, can you see it? So you'll hear music and this is what the interpreter does. Music. And that's all they do. And that's what they have been doing for years and years and years. Бұл шыны керек дым қызық емес. Әннің сөзінен басқа гитара, барабан сияқты музыкалық аспаптардың дыбысын, олардың үйлескен әуенін түк те жеткізбейді. Эмбер бұндай қалыпты тартымды емес аударма тәсілін өзгерте бастады. Әнді аудару үшін қарапайым ым-ишара тілі жеткіліксіз. Оны музыканы жеткізе алатындай түрлендіріп, өзінде сол әуенге беріліп аударған жақсы деп санайды. I thought about basses and how thick they sound, right? And when there's a fat person, they'll do like this, like they'll show a person like this, but they do this. You have to do this to show thickness and density, right? So you'll see my lower sounds are lower put here, and then my higher sounds go up. And you'll see my facials move to that. So I'm like, bow, wow, like the wow, wow, wow. So you'll see that bow, wow. And then I show this to show the waviness. Екі түрлі аударманың ерекшелігін қараңызшы. Есту қабілеті нашар адамдар музыканы және басқа да дыбыстарды белгілі бір жиіліктегі тербелістер мен толқындар арқылы сезе алады. Жанды орындау кезінде дыбысты күшейтетін техниканың арқасында бұл тербелістерді айқын сезуі мүмкін. Бұған қоса, аудармашы әннің көңілін ым-ишара тілі арқылы жеткізе алса, концерттің ерекше көрермендері бәрімен бірге музыкамен кешті тамашалай алады. Тіпті рэпті де аударып беруге болады. Концертке дейін аудармашылар әнді тыңдап алып, әннің мәтінін жаттайды және әртіс пен ән көңілін жеткізе алу үшін алдын ала жақсылап дайындалады. Дайындылық жұмыстарына 2 аптадай уақыт керек болуы мүмкін. Аудармашылар көрермендерге әннің мәні мен ырғағын жеткізу үшін алдымен өздері де айтылатын әндермен толығымен танысып алу керек. Айтпақшы, Астанада болған OU фестиваліне барғандарыңыз бар ма? Фестиваль сахнасына The Queen сурдо аудармашымен бірге шығып, көрермендерді таң қалдырды. The Queen айтқан барлық әндерін аудармашы ым-ишара тіліне аударып берді. Оны бәрі көре алатындай үлкен LED экранға шығарып қойған. Бұл бізде де есту қабілеті нашар жандар концерттер мен фестивальдарға барып, бәрімен бірге бір толқында бола алу үшін жасалған алғашқы қадам, және бұл әрі қарай дамиды деген үміттеміз. Әннің мәтінін ғана аударып қоймай, музыканың ырғағын мимика арқылы жеткізу әндердің ым-ишара тіліне аударудың негізі. Әлемнің ойын-сауық индустриясы қазір ерекше жандарға көбірек көңіл бөле бастады. Орындаушылардың концерттеріне сурдо аудармашыларды шақыру соның дәлелі. Музыка шын мәнінде барлығына қолжетімді болып келеді. Әрине, америкалық ым-ишара тілі біздің тілімізден өзгеше болуы мүмкін. Бірақ бізде дәл солай өзіміздің және шетелдік орындаушылардың әндерін ым-ишара тілімізге аудара аламыз. Ең бастысы, оның алғашқы қадамдары жасалды.